Сәлем бердік балалар. Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі 3-ші сынып. Мен сабағым көрден алдын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен каналымда 2-ші және 3-ші сыныпқа арналған математика және қазақ тілі пәндері жүргізіледі. Бүгінгі сабағымыз нәтиже сабақ. Мен не үйрендім? Бірінші жаттығу. Мәтінді мұқият тыңда. Абай Қарқаралыдан қайтып келген соң күні түні кітап оқыды. Оқыған кітаптарынан көп асыл бұйымдар тапты. Абай тарихи кітаптар мен шығыстың дастан хикаяларын бас алмай оқиды. Кешкі шайдан соң Абай кейбір оқып шыққан кітаптарын үй ішіне әңгімелеп береді. Зере әжесі Абайдың кітапқа ықыласын байқап, «Қарағым, осының ақыл, осы ала қағазыңнан айырылма, басқа балаларға ұқсама» дейді. Абай әжесінің сөзіне разы болып, күн сайын бір тамаша әңгіме айтатын болды. Мұхтар Әуезовтен дейді. Мәтіннен мағынасы түсініксіз сөздерді белгіле, олардың мағынасын сөзден оқып ал дейді. Асыл, тарихи, ала, тамаша деген сөздердің барлығы. Олар сын есімдер, қандай деген сұраққа жауап береді, және бұлар қазақтың сын есімдеріне жатады. Бұларды қандай деген сұраққа жауап береді? Асыл, тарихи, ала, тамаша деген сөздер. Келесі екінші тапсырма. Мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Қай сөйлем мәтін тақырыбы мен негізгі ойға сәйкес келеді? Сол сөйлемді жаз дейді. Бір істі бастасаң, аяқсыз тастама. Жоқ, оған сәйкес келмейді. Кітап білім бұлағы. Яғни Абай кітап оқыған соң әжесі кітап жайлы. Осы кітапты жақсылап оқып, білімді бол деп ақыл айтқаны. Бұл мақал сәйкес келеді. Кітап білім бұлағы деген мақал мәтінге жақын. Келесі жаттығуымыз 3-ші жаттығу. Мәтіннен етістіктерді теріп жаз. Оларды негізгі және туынды, болымды және болымсыз етістіктерге ажырат дейді. Қарамен жазылған сөздердің сын есім екенін дәлелде дейді. Біз оны айтып өттік жоғарыда. Сын есім екенін қарамен жазылған әріптер. Негізгі етістік оқыды, тапты, оқиды, шыққан, береді, ұқсама, айтатын болды. Ал туынды етістік дегеніміз әңгімелеп деген сөз туынды етістікке жатады. Бұл жерде ұқсама деген сөз, балаларға ұқсама деген сөз болымсыз етістік болады. Айтатын болды деген сөзде болымсыз етістік. Ал қалған етістіктің барлығы болымды етістік болып табылады. Келесі жаттығуымыз тапсырма, 5-ші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша ақпараттың дұрыс бұрыстығын анықта дейді. Абай күні түні кітап оқыды. Бұл дұрыс. Осыны көшіріп жазамыз. Абай күні түні кітап оқыды. Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Бұл да дұрыс. Мәтінде бар сөз. Ол үй ішіне әңгімелеп берді. Зере әжесі Абайдың кітап оқуға деген ынтасын байқамады. Жоқ, бұл дұрыс емес. Ол басқа балаларға ұқсап өстеді. Жоқ, бұл да дұрыс емес. Ал соңғы сөйлемдерден Абай әжесінің сөзіне риза болды. Дәл осы сөз жазамыз олар. Сосын ең соңғы сөйлем, ол күн сайын бір әңгіме айтатын болды. Дәл осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз олар. Мәтінге сәйкес келетін мәтіннің ішінде табылған сөйлемдер. Келесі жаттығуымыз суреттерге қара, суреттердің мазмұнына сәйкес келетін сөйлемдерді төмендегі мәтіннен таңда дейді. Бізге сөз мәтін берілген, мәтін ретімен көшіріп жаз депті. Бұл жерде бірінші оқушылар демалыс үйіне келді деген сөз жазылады. Одан кейін барып екінші абзац жазылады. Бірінші абзац жазамыз. Екінші абзац жазамыз. Бірінші оқушылар демалыс үйіне келді. Демалыс үйі қалың қарағайдың арасында орналасыпты. Жанында үлкен көлі бар. Көлдің жағасында кішкене қайықтар тұр. Балалар қайыққа мініп серуендеп жүр. Бұл жерде бірінші абзац жазамыз. Оқушылар деген бірінші жазылады. Ал көлдің жағасында деген сөз екінші болып жазылады екен. Осы орындар ауысқан, және бұл жерде демалыс, қалың, үлкен, кішкене деген сөздер, сын есімдер. Осылардың астын сызып қойыңыз балалар. Осы сөздердің астын. Сонда мәтініміз дұрыс болады екен. Осымен бүгін сабақ аяқталды балалар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.